Қазақстанда жан басына шаққандағы орташа табысы кедейлік шегінен төмен аз қамтылған отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек көрсетіледі. 2025 жылдан бастап кедейлік шегі өңірлік медиандық табыстың 35% деңгейінде белгіленді. Бірақ ол өңірлік күнкөріс минимумның 70%-нан төмен болмауы тиіс. Атаулы әлеуметтік көмек мөлшері кедейлік шегі мен отбасының жан басына шаққандағы табыс арасындағы айырмашылық. Атаулы әлеуметтік көмек 90 сайын шартсыз немесе шартты ақшалай көмек түрінде тағайындалады. Егер отбасында еңбекке жарамды адамдар болмаса, немесе объективті себептермен жұмыс істей алмаса, көмек ешқандай шартсыз беріледі. Ал отбасы құрамында еңбекке жарамды азаматтар болса, көмек олардың жұмыспен қамту шараларына қатысуы және әлеуметтік келісімшарт жасасу жағдайында көрсетіледі. Атаулы әлеуметтік көмек келесі түрдегі көмектерді қамтиды. Ол ай сайынғы ақшалай төлем, жұмысқа орналасуға, жеке ісін бастауға арналған гранттар алуға, біліктілік арттыру курстарына жіберу арқылы жұмыспен қамтуға жәрдемдесу. 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға әр балаға ай сайын 1,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде төлем. Атаулы әлеуметтік көмек алу үшін электрондық үкімет порталы арқылы жұмыспен қамту орталығына немесе тұрғылықты жер бойынша ауылдық округ әкімдігіне жеке куәлікпен және өтінішпен жүгінуге болады.